Барлықтарыңызға қайырлы күн, берекелі асхан арнасына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай чак-чактың жасалу жолын көрсеткім келіп тұр. Дастарханға қоюға да әдемі болып көрінеді. Жасауға кеңес беремін. Ең алдымен біз 4 жұмыртқаға тұзымызды салып, оның үстіне ас содасын қосамыз және де араластырып аламыз. Барлығын содан кейін ұнымызды қосып, алдымен қасықпен бір араластырып жіберіп, сосын қолымызбен қамыр илеп алуымыз керек. Қамыр илеу барысы кішкене қиындау болуы мүмкін, бірақ соңында осындай қамыр пайда болады. Оның бетін жауып біраз уақытқа қойғаннан кейін 20 минуттан кейін алып екіге бөліп, жұқа етіп жайып алуымыз керек. Жұқа етіп жаю да маңызды. Сондықтан да жұқалап жайып алуымыз қажет. Үстіне ұнды сеуіп кептіріп қоямыз да, екінші бөлігін тағы да жайып аламыз оқтаумен. Сосын видеодағыдай етіп кесіп аласыздар, өздеріңізге қажетті мөлшерде ұзындықта кесіп, содан кейін кеспе сияқты өте кішкентай етіп барлығын осылай турап кесіп аламыз. Содан соң қызған майға пісіріп ала бересіздер. Өте кішкентай қылып турасаңыздар ашылып үлкен болады. Майға салғаннан кейін видеодағыдай етіп қуырып аласыздар. 1 минутқа жетпей пісіп шыға береді. Содан кейін оны ақшылдау етіп шығарып, ыдыстарыңызға салып ала бересіздер. Барлық чак-чакты солай пісіріп аламыз. Енді кәдімгі табаға күнжітті салып, қызартып қуырып аламыз. Күнжіттерімізді өзіңіз қалаған мөлшерде қосуға болады, немесе қоспасаңыздар да болады. Егер күнжітті жақсы көретін болсаңыздар, мен сияқты қосып істеуге болады. Қуырып болғаннан кейін тағы басқа ыдысымызға сиропты дайындаймыз, яғни чак-чакқа құятын. Қанттың үстіне суды құямыз. Сосын бір араластырып, медымызды қосып, жақсылап ерігенше, қант еріп біткенше араластырып алуымыз қажет болады. Орташа отта араластыруымыз қажет. Сонымен біздің шербетіміз дайын болады. Енді оны дайын болған чак-чактарымыздың үстіне күнжітімізді және жаңағы дайындаған шербетімізді ыстық күйінше қосып аламыз. Сосын қасықпен осылай араластырған дұрыс, себебі шербетіміз ыстық болғандықтан қолымыз күйіп қалуы мүмкін. Сондықтан да екіге бөліп араластырып, үстінен жуып кептірілген мейізді қоссаңыздар болады, мен сияқты, немесе ұсақталған грецкий орехты да қосуға болады. Өте дәмді болады, оны қоссаңыздар да өздеріңіз қалауларыңыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін біраз уақытқа қойсаңыздар, бір-бірімен чак-чактарымен жабысып әдемі болады. Мен асығыс болған соң бірден тарелкаға салып ұсындым.